Сәлем достар, бұл видеода Sony PlayStation 5 Pro-ға шолу болады. Каналға тікеліп жайғасып көріңіздер. Sony PlayStation 5 Pro презентациясы ең қысқа болды, небәрі 9 минут. Sony'дің архитекторы Марк Черни приставканы асыра мақтады. Sony PlayStation 5 Pro дизайны сәл-пәл өзгерген, сыртында 3 сызық пайда болды. Енді тіпті Adidas спортивкасына ұқсайды екен, нағыз пацанский болды. Техникалық жаңартулар ішінде Wi-Fi 7 орнатылған және сырт жадысы 2 терабайтқа өскен, осылар арқылы ойындар тез орнатылып тез жүктеледі. Минустарында арзан нұсқада дисковат болмайды, жеке сатылады, және де тіреуіште жеке сатылады. 5 Pro пен 5-тің айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? 3 айырмашылығы бар екен. Олар: бірінші, кадрды жақындатқанда сапасы жоғары болады, жасанды интеллект арқылы. Екінші, трассировка жақсартылған, яғни ойын кадрдағы сәулелер, жарықтар, кілеңкелер, объектілер шынайы көрінеді. Үшіншіден, графикалық процессор бұрынғыдан қарағанда 67%-ға өсті, және оперативкасы 28%-ға жылдам, яғни осының бәрін қосып айтқанда ойын ойнағанда керемет эффект пен кайф көп мөлшерде аласыздар. Ал сіздер Sony PlayStation 5 Pro аласыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Осымен видео соңына жетті. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы